Мен мына атымды таппай жүрсем, мына жерде жүр екен ғой. Оңбаған қаяқта жүрсің? Мен сен таппай жүрмін ғой. Бүкіл ауылды аралап сөйтсең өзі-ақ келді ғой атымның. Мә саған. Кел. Мен сен қорамай кіргізіп қойын. Оппоно! Мына жетел ұсталды. Оңбаған. Так, секір. Секір атым, сен секір алмасаң, мен сен неғып алмазды, алмазды кожамен брондақ қоғам. Жетел, не істейірсің яқта? Ринат, барлығы сен ойлағандай емес, Ринат. Барлығы мен ойлағандай болып тұр ғой. Тоқта, мен қойларын санап шығайын. 3, 4, 5 дұрыс, қойлардың барлығы түгел. Сен не істейірсің сонда? Мен әшей кіріп кеттім, қамалып қалдым? Мақыл. Если что, маяқта 5 қойым тұр. Бір қойым ұрланатын болса, мен сразу сенен көрем, жетел, түсінің бә? Болды, Ринат, түсіндім. Бопта. Так. Бүгін күн керемет болып тұр. Дейін десем, уже жаңбыр жауып кеткен десей. Мә, саған достар айтып үлгермеген сол еді. Қараңдар, уже жаңбыр жауып кетті. Күн бұлттанып. Мақыл, біздер үйге кірейік. Так, анақта біздерде бір жетелдердің дауыс шығып жатыр. Так. Ринат, анақта жетел құдыққа қамалып қалды, көмектесші. Осы сендер мен болмасам өлетін шығарсыңдар. Қаны не болып жатыр мына жақта? Мәу, грядканы барлығы өсіп кетті ғой. Мынау. Сен қаяқтан ғана? Мына құдықтан біз су ішеміз ғой. Сен не істеп жүрсің? Мынаның ішінде ластап састатын болдың ғой мына суды. Ринат, қалай түсіп кеткен? Өзім білмей алдым. Шабай жатыр, көмектесші. Көмектес болғанда? Мен саған көмектесетін. Мен саған міндетті емеспін ғой саған көмектесетін. Не бересің? Өтемақысын айт. Мен мынаны тасты сындыруым керек. Мен қолым ауырады дегендей ғой. Ринат, мақыл. Сосын көреміз, шыққандай айтам не беретіні. Жарайды. Давай. Кел, шық. Шық, бауырым. Неғып жүрсің бұл жақта? Хорош. Ал дейін не бересің, айтшал. Ештеңе бермейтін болдым саған. Ештеңе бермейтін болдым. Үстіге найзағай түсіндің ба, оңбаған. Осы сендер мені лақават етіп бітетін болдыңдар ше? Бір бәле осы алам. Құрымдар мен үйімнің қасынан есік құлтақ қойыншы. Мұна күндегі жаман болып жатыр ғой. Жаңбырдың тоқтағанын күтемін ау деймін. Мә, достар, айтпақшы мен екінші этажымды алып тастағам мына үйдің. Қараңдар, екінші этаж жоқ. Мен бүгін қаяға ұйықтаймын сонда? Ана туалет, бір далаға туалет салатын бар ау. Үйдегі кішкентай курятникке мынандай туалет унитаз салған бір төле екен. Так, біздер мына жақта кровать деп жаза салайық на всякий. И біздер бүгін осы жақта ұйықтаймыз. Так, сәл не толық ұйықтап қалдым ау деймін. Чота бір белім... Сен, жетелдер сендер мен аңдып жүрсіңдер ма? Не істеп жүрсіңдер? Ринат, ауылдан қашан кетесің? Ауылдан қашан кетесің дегеніз, келгенім кеше ғана ғой, сәл бір аптадай, бір демалу деген ондай жоқ па? Жай сұрап атқан ғой, не ол сразу жаман ойламасай? Жаман ойлағанда, жаман ойлатқызып атсыңдар ғой сендер. Мен бүгін видео түсіргім керек, барыңдаршы, кетіңдерші бар. Балықтарыңа сәлем достар, сіздер өмірге бол, мен Ринат, чотам қалайсыңдар достар? Бұл менің қатарынан шығарып атқан екінші видеом достар. Қош келдіңдер. Мен бүгін ауылда сол жүрген бүгін грятник бет, курятник. Мен атын ұмытып қалдым ғой. Мұның атын ұмытып қалдым ғой достар. Мен мыналар тазалауым керек бүгін. Айтпақшы достар, кеше мен біреуді құдықтан құтқарғанмын. Ал ол мені лақтырып кетті, құтқарсам бір бәле берем деді ма? Бір бәле берген білмеймін, басқа жерге беріп кетті. Мақыл, жарайды. Жетел, сен мен үйімнің қасында шықпай жатқаныңнан қорқып тұрмын сәл ше. Бір бәлемді ұрлап кетті, есік құлтақ қойшы. Сендер опасыйсыңдар, сен еще бірінші келесіңда маған ауылдан қашан кетесің деп айтасың. Еще сен менің үйімнің қасынан шықпайсың, бұны қалай түсінеміз? Қуасың бар, Ринат, көлеңкеде тұрған жам. Көлеңке көп қой дейін десем, көлеңке жоқ, Мақыл, тұра берші, мақыл, доля, мен, өшім, рұқсатын бердім. Достар, бүгін біздер не істейміз? Бүгін біздер атыммен бірге, мен сен мақтап жүрмін ғой, секір ғане жануар. Бәсе, осындай бір бәлесі болу керек қой, достар. Мен бүгін атыммен қыдырып қайтам, ана өзен жаққа барып, шомылып қайтпасам, достар, мұна күндегі жанып баратыр, қақ үстінде тұрып аған. Пай дейіп, мен бүгін таңғы салқынмен жүгірем дегенмін. Бірақ ұйқымнан сәл кеш оянып қалдым, сондықтан ол ертеңге ат мені, бірақ ертеңде жүгірмеймін, дәңгәлі. Ал атым, сен осы жерде тұра тұр, қашып кетпе, түсінің ба? Құп болады, өзімен өзің қуып кетсең,
Жоқ, кеш батып жатыр ма? Жаңа кеш батқандай болды ғой. Кеш батып жатқан сияқты я, достар. Жоқ. Қуайын деген ба, сәл мақұл, ештеңе етпейді. Так, творческий режим бар ма? Болды, сәл терең жағына келіп сүңгіп. Біздер, достар, шомылып алайық. Пока что мен видеоны паузаға қоя тұрамын. Опа. Я-майо, мына су деген мощный екен. Мен мойындадым. Алатым. Қайттық па ауылға? Ауылға қайттық, құрсын. Ена, қойла жоқ. Мен қоймай емес па? Жоқ, мен қоймай емес екен. Жалпы достар, өздеріңізде не жаңалық болып жатыр? Комментарияға жазып кетіңіздер. Маған бір видео түсіретін идея керек болып жатыр. Ой, Майнкрафт түсіргенмелі қай заман? Бақандай 40 күн түсірмедім ғой Майнкрафтты. Енді келіп. Бір потологын қоямыз деп отырмын. Жетелдер не істеп жүр? Тоқта. Көзім жота көрмей атыр ма? Или мен өзім сөйтіп қуып тұрмын ба? Атым сен осы жақта тұра тұр. Так. Ой! Тоқта, мен яқты үйім болушы еді ғой? Мен жота көп ұйықтап қалған сияқтымын ба, достар? Мен сондай болып тұрмын. Так, мақұл. Қазір артынан қараймын, үйім тұрады. Тоқта. Әлі 1, 2, 3. Я, Майнкрафт. Осы Майнкрафт. Майнкрафттан ба, или өзімнен ба? Оу, үйім қаяқта менің? Ринат, сен үйің қаяқта? Сол сұрақты саған қоя ма? Сен тұрсын ғой сияқта. Үйім қаяқта менің? Жынсындар ма сендер? Сәл бір жарты сағатқа шомылуға кетіп қалсам, әйтеуір бір кашап күшіп тұрады. Мен сендерге не істеп қойдым? Қуасың бар, Ринат, маған ұрысуға атқан емес, мен білмеймін сен үйің қаяқта екен. Так, кеше, так. Мә, есіме түсіре айтқам қараш. Кеше кім еді? Мен, бәле, ұсталдың ма? Жетел, сен ғой мені үйімді ұрлап кеткен. Ұсталдың, дай, қайтар мен үйім, тез. Қайтар мен, уақытым жоқ. Мен 1 минут уақыт беремін, дай, қайтар тез. Қуасың бар, Ринат, мен үйің неғылам? Мен үйім неғылам болғанда, менің үйімді біраз адам армандайды, бауырым. Сен үйтіп мен андай-мындай көре берме. Сендер көретік деп мазақтайтын шығарсыңдар менің үйімді. Тауық қора деп ше, бірақ дәңгәл ондай емес, ішінде негізі көретник. Сенің не айтатынды біліп қойдым мен. Бірақ өкінішке орай мен сенің үйіңді ұрлаған жоқпын, Ринат. Кешір. Достар, мен алшасы өлетін шығармын. Жетелдер, қуасыңдар ма? Қайтарыңдар менің үйлерімді. Кәшше, барлықтарын үйлерін тексеріп шығам. Барлықтарын үйлерін бір күмәнді нәрсе табылса, айтпады демеңдер, жетелдер. Мен қазір уже мына пулемет жоқ. Сендерді пулемет өлтірген. Сендерге пулеметпен атқан деген западло. Мен сендерді дробовик атам. Мен жыным келсе білесіңдер ма не істеу керектігін? Мен жыным келсе мә деп қойды. Тоқта, өлә, мен өз қойын өлтіріп жүрмін ғой. Мал. Өлә, өзім 5-ақ қойым бар еді. Мақыл енді бүгіндікке қуырдақ жейміз. Тоқта, қуырдақ жеген нес? Өзім үйімне айырылып отырмын. Қуырдақ жеген нес? Жетел дәңгәлін айтайын мен саған. Үйімді қайтарыңдар. Мен кәсілерін үйлерін тексеріп бір күмәнді нәрсе табылса, мені мына дробовиктен бастарынан пунк атып қалам, түсіндіңдер ма? Давай, смело тексере бер, бар кет. Мыналарың смело айтып отыр ғой. Достар, мен білмеймін. Менің үйімді кім ұрлап кеткен, мен дәңгәлін білмеймін, достар. Жарайды. Лодно. Біз тексеруді бастаймыз онда. Ринат, шынымды айтайын, менің үйімде ештеңе жоқ. Сенің үйіңде ештеңе жоқ, мен білем ше. Бірақ бауырым, қанша амалым. Маған үйді тексеру керек. Маған үйіммен айырылып қалатыр, білесің бе? Сен қуасың ба? Сенің үйің менің үйім ішіне сыймайды ғой. Мен қаяқтан білем, сен шын өмірде жүрген жоқсың ғой, Майнкрафтта жүрсің ғой. Логика жоқ бұл жақта. Төт құры. Мен тексеруім керек. Доктор Ринат, доктор нес? Шерлок Ринатске кірсе, достар. Так, кітаптар, бұл кітаптардың ішінде жоқ шығар енді, кітаптарды оқиды ғой адам. Жарайды. Версактың ішінде, опоно. Сундук дейді. Бергел, жетел, бергел. Ринат, кірмей-ақ қойыншы, өзің тексеремеш. Жарайды, бауырым, тексер десең тексерем ғой мен. Запароленный сундук. Құпия сөзді енгіз дейді ғой. Қаяқ ашып баратыр, бергел. Ұсталып қалған сен. Ұсталып қалдым, бауырым, бергел. Ана сундуктың паролін айт, тез. Мен сен білгем. Сенің негізі жақсы жетелдеп жүрген, бауырым. Сен бірақ менің сенің дақтамадың. Себебі сен үстіңде ақ киіп жүрген еме ойлаған бір сен ауылдың иманы ғой. Бұл бізді адамдарды дұрыс жолға салады деп ойлап жүрген ғой. Сен тупой кезің ғой таза. Сундуктың паролін айт, тез паролін айт. Күтіп тұрмын, жетел, тез айтшы. 2006.
мәш сол 2000 алтын өзім ақ тере салдым. Бұдан сұрап жындым ма, тупойым ба, бір білемін. Так, оп, ой, дұрыс емес. Кімді лақап етіп атсыңдар сендер? Айт дейме тез сундуктың паролін. Мен ұмытып қалдым. 2006 болмаса онда мен 2007 екенмін ғой. 2007-ден қош. Мынау дұрыс шықпаса, ренжіме, дробовикпен атып тастаймын. Мен адамды кешірмеймін, білесің. Тоқта, онда айтам. Ачо 2007 сонда дұрыс емес па не? Дұрыс емес. 0-0-0-0-4-4-ді жазып қош. Мынау дұрыс болмаса, дәңгәлін айтам, атып тастаймын өу. Так, 0-0-0-0. Так, ашылды. Бірақ мұның ішінде ештеңе жоқ қой. Мұның ішінде ештеңе жоқ. Жарайды. Жетел, сундугында ештеңе жоқ екен. Мақыл, мазалағаныма ренжіме. Ямай достар, үйім жоқ. Мен қаяқ онам бүгін. Айванай. Үйімне айылып қалған меше. Достар, бір үйді тексеріп біттім пока что. Қазір біздерде кеш батып кетті. Біздер кеш батпай тұрып, менің бір өңірді білетінем. Атым, сен жоғалып кетпеймін деп маған уәде бер. Сенен басқа ештеңем жоқ, данный момент үйімде жоқ. Мен қазір панлайт өңірге кетіп батырмын. Бұрын мезолит заманында жүрген сияқты үңгірге қонатын болдым ғой ау. Зато мына үңгір жасақ болғаным дұрыс болыпты. Мына үңгір болмаса мен қазір далаға қонатын. Так. Мынандай жаман үңгірде қону бұйырыпты бүгін. Үйім жоқ. Мыналар қорқынышты ғой, скелет тауық. Қайтап сен менің жауымдасың. Құт деп бір бәле айтып қойса, өу. Жарайды. Кроват алайық. Ұйықтайық қой, короче. Ұйқы ма, родной. Достар, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Мен үйімді қайтсем де табатын боламын, өйткені мен ол үйсіз далаға қонып қаламын. Әрине, ол өзім үшін. Ал атым, міне, маған нағыз адал жануар. Молодец! Ал мен кетіп баратырмын. Так, мен алдында, короче, мына үйді тексердім. Сундуктың ішінде ештеңке жоқ. Мен тағы тексерейін, сундуктың 000 ештеңке жоқ. Мен дәңгәлін айтайын, мен сендерге ештеңке жоқ. Достар, сендер менің дәңгәл деген сөзімді түсінбесіңдер, ол нақтырақ деген сөз шығар. Мен өзімде білемін, дәңгәл деп кеткенбіз айтамын. Мен үйім. Қарам, пусто ой болып тұрған біртүрлі көрінеді. Байқұс үйім-ай, неге бұлай болды? Мен шілеш айтып кетпейін, Майнкрафтта жүріппін, негізі ана үйім бар менің. Үйім бар достар. Мен бұл үйді ұмытып кеткен шығарсыңдар сендер. Бұл компьютерім барлығы осяқта. Просто мен обычный адам сияқты өмір сүргім келеді жігіттер. Бай екенімді көрсеткім келмейді мен Майнкрафтта. Мысалы, мен андай үйі бар адамға ұқсаймын ба? Вот именно ұқсамаймын. Сондықтан қарапайым болу керек жігіттер. Мақыл, көп шайып кеттім. Мен мына үйдің егесі кім жетелдер? Мен. Жетел, ана үйдің егесі сен ба? Мен айта бер. Кім осырды? Мен. Тышпадың ба деп, Жетел, короче, мен сен үйінді тексеріп шығуым керек. Үйім жоғалып жатыр, білесің. Подозрительный адамдардың арасында сен де барсың. Өйткені сен. Білмеймін, сен не істегенін ұмытып қалдым. Мақыл, не істегенін тексерем, давай. Так. Мына үйден достар, подозрительный не байқап тұрсыңдар? Подозрительный ше? Достар, сендер де менің ойлағанын ойлап тұрған шығарсыңдар. Мына столда алып тастай тұрайық. Опа. Так. Тас жоқ қой яқта? Тасым да жоқ қой, тасым да. Өмір әуреге салған. Қол жетпес арман. Жоқ қойсақ. Мұны аяқта бір сундук тұр. Бұл не сундук? Ашып қарайық. Железный слиток. Яблоко. Жерде дубовый забор. Пайдем мыналар. Тоқта. Ойлан, Ренат. Мынау менің үйімде болған заттар. Бірақ бұл жерде неге жатыр? Мен соны түсінбедім. Жарайды. Ол да жоқ. Дәу үйіме барудан басқа амалым жоқ. Амалым қанша, амалым. Жас жігіт, көпті көрген бізге сен қателестің жалғыз бақыт үй десең.
үйім жалғыз бақыт ол үй екен ғой достар. Қаяқтан пайда болды мынау? Жител неғып жүрсің яқта? Ринат, тоқта, атпа. Қайтарам, барлығын қайтарам. Не айтып тұрсың? Бәлем, тоқта, ақымақ жителдер. Бұл сен ғой менің үйімді ұрлаған. Ринат, ол мен. Кешір, Ринат. Кешіргенде, кешірем мен сен. Мақұл, үйімді қайтарғаны рахмет. Мен бәрібір таппайтын емше үйімді кім жасырып қойған. Мен саған сұрағым. Сен қалай менің үйімді ұрлап кеттің? Ринат, жалпы мен сенен фарческеңді ұрлап, модпен алып, ошым, қош айтмайым. Атам кіз, айттым тез. Короче, ошым, чит қой. Чит дейсің ба? Достар, жалпы осы жителдің орнында болғанда менің үйімді қаяқта жасырар едіңіздер? Комментарияға сіздердің жауаптарыңызды күтем. Үйіме айлық қылажам, пайдып үйіміз көретінек қой. Тоқта, мен қазір бір нәрсе қарап шығайын. Оппоно, жасырған золоталарым жоқ. Бауырым, золоталар қаяқта? Айт десіз. Қандай золото, білмейм. Айттым. Достар, мынау айтпай жатыр. Не істейміз? Егер сіздер осы видеоға 500 лайк жететін болсаңдар, достар, менің золоталарым қайтарылады деп отырмын. Жител? Может быть. Мақылы достар, бүгінгі видеодан сол лайктарыңызды басып арнаға жазып ұмытпаңыздар. Бұл менің просто Майнкрафттағы бір күнім. Видео басайым. Сен кетші. Жол құр менің үйіме жоламаңдар болды. Қазір забор қойып тастайым ше, мына жаққа. Жоламайсыңдар біреуіңде. Давайте, достар.